Сәлем қыздар, сіздермен мен осындай қазіргі уақытта хит болып жатқан трикотажды комбинезонның тігілу жолымен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, және де менің ендігі шығатын видеоларымды жіберіп алмау үшін колокольчик батырмасын басып қойыңыздар дегім келеді. Бала үшін өте ыңғайлы, қазіргі уақытқа таптырмас, осындай қимыл қозғалысына да ыңғайлы осындай комбинезонды өзіңіз тігіп алғыңыз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен лекаласын дайындап аламыз. Ол үшін бізге арнайы комбинезонның лекаласы керек болмайды. Біз үстіңгі бөлікке, яғни үстіңгі киімге арналған лекаланы және де шалбардың лекаласын қолданатын боламыз. Қарап отырсаңыздар, үстіңгі бойда ол үстіңгі бөлігінде белге дейін алынған, длина изделия керек емес, белге дейінгі аралықты аламыз. Шалбарда белге дейінгі аралықта, яғни бір-біріне параллель болатын, арасы 2 см болатындай түзу сызып аламыз. Мен кеңдікке 2 см беріп тұрмын, себебі ол белге дейінге болғандықтан баланың отырып тұруына кішкене ыңғайсыздық тудыратын болады. Сол себепті қосымша қосу керек болады. Мен 2 см қосымша қостым, 1-2 см қосымша қоссаңыздар болады. Яғни шалбарды төменгі түзуге және үстіңгі бөлігін жоғарғы түзуге орналастырып аламыз. 2 түзу бір-біріне параллель, арасы 2 см етіп мен алдым. Сіздер 1 см алсаңызда болады. Яғни міне осылай екеуін бір-біріне жабыстырып аламыз. Бұл артқы бойды көрсетіп жатыр ма? Алдыңғы бойда дәл осылай жасалады. Яғни арасына 2 см қалдыра отырып, белге дейінгі бөлікті алып, бір-біріне осылай жалғап жабыстырып алғаннан кейін осылайша матамыздан қиып аламыз. Алдыңғы бойдан 2, артқы бойдан 2 замок қажет болады және жең. Және мені қарап отырсаңыздар, мен басында қалта пішіп тіктім да, кейін ол маған ұнамады. Сол себепті оны мен сөгіп тастадым. Қалта жасайым десеңіздер, өздеріңіз на ваше усмотрение қарайсыздар. Алдымен артқы бойды осылайша артқы бөлігін тігіп аламыз. Видеода көрсетілгендей дәл. Мен оверлок машинкасымен тіктім. Сіздер енді оверлок жоқ болса, зигзагпен немесе трикотаж тігуге арналған тігіспен тіксеңіздер болады. Менде айта кететінім, матам футер трехнитка начос қолданып жатырмын мен. Мінекей осылайша тігіп алдық артқы бойды. Енді ашып үтіктеп, тігісті бір жағына қарата отырып жақсылап үтіктеп аламыз да, үстінен мен бекітпе ретінде декоративті шовпен тігіп тастаймын. Мінекей осылайша тігіп алам. Мін тігіп болдық. Артқы бой бізде дайын, енді алдыңғы бойға жалғайтын боламыз. Мен қарап отырсаңыздар, мына жерде мен қалта тіккен кезім еді. Бірақ мен оны бірақ кейін сөгіп тастаймын. Қалта тігетін болсаңыздар, алдыңғы бойды артқы бойға қоспай тұрып, қалталарыңызды дайындап тігіп аласыздар. Яғни мінекей осылайша екі тігістерін бір-біріне оң бетіне қарата отырып қосып тігіп алдық. Енді жеңін орнататын боламыз. Жеңнің төбесін тігіске, яғни артқы қой мен алдыңғы қойдың ортасына қосылған жеріне келтіріп, алдыңғы бөлікті алдыңғы бөлікке, артқы бөлікті артқы бөлікке осылайша инемен түйрелеп, кейін тігіп шығатын боламыз. Міне осылайша екі жеңді де қосып тігіп аламыз. Енді
жан тігістерін қосатын боламыз. Комбинезон теріс аударып, яғни оң бетіне қарата отырып, жеңінен бастап балағына дейін тігіп шығамыз. Екі жағынан да, және де жеңіндегі тігістерді, иық тігістерін бір-біріне оң бетіне қарата отырып, дәл келтіріп, осылай жақсылап қойып аламыз да тігіп шығамыз. Мінекей тігіп алдық. Енді комбинезонның замогы тұратын жердің барлығын оверлоктап аламыз да, және де осы аралықты қосып тігіп алатын боламыз. Мінекей оверлокталған, қарап отырсаңыздар, замоктың тұратын екі жағы да оверлоктап шығып, және де оны осы ауын замокқа дейін, замок тұратын жерге дейін осылайша тігіп шығамыз. Мінекей тігіп алдық. Енді екі балағын бір-біріне жалғап тігетін боламыз. Ау тігісіне дәлме-дәл келтіре отырып, екі балағын тігіп шығамыз. Мінекей балақтарын жалғап тігіп алғаннан кейін енді замокты орнататын боламыз. Ол үшін комбинезонның оң бетіне қарата отырып, замоктың оң бетін комбинезонның оң бетіне қоямыз. Содан кейін инемен түйрелеп аламыз. Кейін замокқа арналған лапкамен бірінші бір жағын, содан кейін замоктың екінші жағын орната отырып, тігіп шығамыз. Міне бір жағын орнатып алдық. Енді екінші жағын да дәл осылай тігіп алатын боламыз. Мен қарап отырсаңыздар, мен замогым ұзын, комбинезоннан ұзын жағын төмен қарай жібердім. Одан кейін мен өзіме керекті ұзындыққа дейін аламын да, қалған бөлігін закрепка жасап бекітіп тастағаннан кейін киперный лентамен өңдеп қоршап қойсаңыздар да болады. Артық бөлігін кесіп тастаймыз. Енді замокты орнатып болғаннан кейін капюшонын жасайтын боламыз. Ол үшін осылайша мойын ойынтысын өлшеп аламыз. Менде 16 сантиметр шықты. Менің капюшоным 3 бөліктен тұратын болғандықтан, артқы бөлігіне 3 сантиметр, яғни екі жағына дегенде 6 сантиметрден 4 бұрышты етіп жалғайтын болғандықтан 13 сантиметрді алдымен белгілеп алам. Кейін жоғары қарай өзіме керекті ұзындықта белгілеймін. Және төмен жағынан 3 сантиметр жоғары көтерем. Мойын ойынтысына капюшонды орнату үшін енді артқы бөлігін өлшесем 7 сантиметр, енді артынан тағы да 3 сантиметр қосатын болғандықтан 4 сантиметр жерді белгілеп алып, осылайша доғалдап әкеп капюшонды осылайынан салып алам. Капюшонның глубинасын өздеріңіз қалағандай етіп жасасаңыздар болады. Мінекей біздің болашақ капюшонымыз осындай болмақ. Енді жалғайтын жаңағы 4 бұрышты етіп 6 сантиметрден жалғаймын дедім ғой. Сол бөлігін ұзындығын өлшеп аламыз. Қанша сантиметр болатын? Яғни менде 40 сантиметр болды. 6-да 40 деген түзу сызып алатын боламыз. Төп 4 бұрыш сызамыз. Осылай 6-да 40 деген.
енді менде 40 сантиметр сыймағандықтан енді примерно алдым. Енді тігіске 1 сантиметрден бере отырып, бар жағынан осылайша 2 түрлі матадан ішкі және сыртқы бөлігін пішіп алдым, бір-бірдей етіп капюшонның. Енді мына капюшонды жалғай бастаймыз. Мінекей оң бетіне қарата отырып, осылайша түйрелеп шығамыз. Өйстіп 3 бөлігін бір-біріне осылайша жалғап шығатын боламыз. Дәл солай ішкі бөлігінде осылайша жалғап аламыз. Мен ішкі бөлігіне двухнитка матасын қолдандым. Замокпен түстес қара түсті алдым, әдем болып көрініп тұру үшін. Содан кейін осылайша тігіп аламыз. Сыртқы бөлігін тігіп алдық. Енді декоративті строчкамен бір строчка жіберем, тігіп өтем. Дайын болған 2 капюшонды бір-біріне қосып тігетін болам. Оң бетіне қарата отырып, 1 сантиметр жеткізбейміз төменге. Алдымен әдеттегідей инемен түйрелеп аламыз. Кейін тігіп алатын боламыз. Тігістерді бір-біріне бетпе-бет келтіріп, дәлме-дәл қоюды ұмытпаймыз. Міне осылайша қойып алдық. Енді бұны тігіп шығатын боламыз. Екі жағынан да төменге 1 сантиметр жеткізбей түйрелеп аламыз. Тігіп шыққаннан кейін оң бетіне қарата отырып, осылайша ішкі бөлігін, астарлық бөлігін ішіне кіргізе отырып, өтіктеп шығамыз жақсылап. Содан кейін мен 2 сантиметр қалдыра отырып, осылай бекітпемен бекітіп тігіп шықтым. Енді комбинезонға капюшонды қосып тігетін боламыз. Алдымен капюшонның артқы бөлігінің ортасын комбинезонның артқы бөлігінің ортасына және алдыңғы бөлігіне дәлме-дәл келтіре отырып, осылай түйрелеп аламыз. Замокты бір қайырып ішіне кіргізіп жібереміз. Қарап отырсаңыздар, астарлық бөлігін қосқан жоқпыз. Тек капюшонның өзін, сыртқы бөлігін ғана тігіп шықтық. Енді астарлық бөлігін осылайша тігісті жаба отырып, декоративный строчка беріп тігіп шықсаңыздар да болады, немесе потайной шовпен қолмен де тігіп жіберсеңіздер айып емес. Енді жеңін орнататын боламыз. Ол үшін өлшеп аламыз. Менде 10,5 болды. Екеу, яғни ол 21 сантиметр. Матам созылмайтын болғандықтан, созымдылық қасиетіне байланысты 0,9-ға көбейттім. Асаға созылмайтын болғандықтан 18,9. Тігіске жан жағынан 1 сантиметрден бере отырып, манжет қиып аламыз. Дәл солай балағына да манжетін жасайтын боламыз. Мен манжеттің биіктігін 3,5 сантиметр етіп алдым. Міне осымен біздің комбинезонымыз дайын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Каналыма тіркеле кетіңіздер. Тағы да жаңа видеоларда кездескенше
сау болыңыздар.